Сәлем достар, біз бүгін десерт пирогын жасайтын боламыз. Өте әдемі және тез жасалады. Бізге керегі болатын 3 жұмыртқа, разрыхлитель, ванильный сахар и тұз және ұн керек болады, сүт и қант және сұйық май керек болады бізге. Ең бірінші қосатымыз ол 3 жұмыртқа. Жарып аламыз. Қолдарыңыз су болмасын, тарелкаларыңызда су болмау керек. И жақсылап тұрып араластырамыз. Және қант қосамыз. Қант қосқаннан кейін жақсылап тұрып араластыру керек. Сіздер маған подписаться етсеңіздер, мен өте қуанам. Және енді май қосу керек. Біз ютубқа енді мен және мамам салатын болады. Араластырып болғаннан кейін сүт қосамыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұн қосамыз. Және жақсылап тұрып араластыру керек. Комок болмау керек. Осындай болу керек. И разрыхлитель, ванильный сахар и тұз қосамыз. Біздің пирогымыз дайын болып қалды. Міне осындай сұйықтығы болу керек. Мен силикон қасығымен жан-жақтарын қырып аламын. Менде пергаментная бумага болмағандықтан мен осындай фольга қолданып алдым. Мен фольганың үстіне май жағып шықтым. Енді біз формамызға құйып аламыз. Біз бұны 40 минутта пісіреміз. Біз духовкамызға 180 градуста пісіріп аламыз. Міне осындай әдемі сочный пирогымыз дайын болды. Енді жеп көрейік. Мен 4 бөлікке кесіп алдым. Пирогымызды жеп көрейік. Міне осындай пышный болып шығады. Өте дәмді шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді және тез жасалады. Осы видеоны қарағаныңыздарына өте рахмет.